ту астына! Тіктір! Солға зіл! Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын көтеру құқығы, жауынгерлік дайындық үздігі, бірінші оқу ротасының, екінші взводының, 4-ші бөлімшесінің сарбаз атқышы қатардағы Бекқожа Медхат Еділовна беріледі. Қазақстан Республикасының әнұраны менен Қазақстан Республикасының туы биікке көтерілуде. Жаңа айта кеткендей, жауынгерлік қызметтің үздігі сарбаз өзінің осы бір ай оқу жаттығу кезінде үздік жетістіктерге және үздік көріністер көрсетілген үшін мына сарбазға Қазақстан Республикасының туын көтеру мәртебесі берілді. Құрметті офицер мырзалар, сержанттар мен сарбаздар. Құрметті көрермендер, бүгінгі осы салтанатты біздің мерей кешімізге қатысып отырған көрермендер. Бүгін біз Зермен әскери бөлім тарихында тағы да бір жарқын оқиғаның куәгері аталғалы отырмыз. Бұған себеп отан алдында азаматтық борышын өтеуге келген ер жігіттердің әскери ант қабылдау күні. Салтанатты сәтте жас ұландар туған жеріне адал қызмет етуге, өзіне жүктелген міндеттерді бұлжытпай орындауға серт бермек. Қазақстан Республикасы президентінің қаулысымен бекітілген
Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің басқа әскерлер мен әскери құрамдарының жалпы әскери жарғылықтарына сәйкес біздің мемлекетіміздің әрбір азаматы ұлттық ұлан қатарына қабылданар алдында әскери ант қабылдайды. Бұл әскерде қызмет етудің мемлекеттік маңыздылығын, ерекшеліктерінің құқықтығын және моральды саяси акт болып есептеледі. Господа офицеры, сержанты, солдаты, уважаемые ветераны, гости, зрители. Сегодня в истории нашей воинской части еще одна знаменательная дата. День принятия присяги молодым пополнением призыва 2020. В статье 36 Конституции Республики Казахстан гласит: защита Республики Казахстан является священным долгом и обязанностью каждого его гражданина. Военная присяга – это основной нерешимый закон воинской жизни. В ней отражены высокие и благородные идеалы по защите нашего Отечества. Каждый военнослужащий, принимая ее, берет на себя обязанности, исполнение которых составляет смысл и цель прохождения военной службы. В присяге сочетаются требования государства, патриотические убеждения и личные моральные обязательства военнослужащих и готовность добросовестно и честно выполнять свой конституционный долг. Смысл присяги – это священная клятва на верность народу Казахстана, его законно избранному президенту, правовое и нравственное обязательство защищать честь, свободу и независимость Отечества. День принятия военной присяги – это необычное и не рядовое событие в жизни каждого подразделения части. Военная присяга станет для каждого из вас тем самым важным, нравственным и моральным ориентиром, который вы пронесете через всю армейскую жизнь. Бөлім, жел, вектор, ту тобы, ортаға. Құрметті ата-аналар, міне әскери ант қабылдау рәсімі уже басталайын деп жатыр. Қазір мына 55-те 70 әскери бөлімнің жауынгерлік туы саптың алдына шығарылғаннан кейін оқу пунктінің бастығы майор Дарип Құрмет Серікұлына пәрмен беріледі. Сарбаздарды әскери ант қабылдау рәсіміне кіріс деген сол пәрменнен кейін балаларыңыз отан алдындағы міндетіне адал болуға ант қабылдайтын болады. Бөлім командирінің орынбасары, жас сарбаздарды әскери ант қабылдау рәсіміне кіріс. Алтынан жанынан да жандырып ал. Оқу пункті түзіл! Тік тұр! Рота командирлері мен взвод командирлері әскери ант қабылдау рәсіміне кіріс! Қазір взводтың алдына барып, қабылдап атқан кісі айналып жүр. Майор Мырза, қатардағы Военной присяги прибыл.
Я гражданин Республики Казахстан, Федоров Кирилл Владимирович, вторая в ряды вооруженных сил, принимаю присягу и торжественно клянусь до последнего дыхания быть преданным народу Казахстана и его законно избранному президенту, свято соблюдать Конституцию и законы из моего суверенного государства. Присягаю беспрекословно выполнять возложенные на меня обязанности, воинские уставы и принятые командирами начальников стойко переносить тяготы и лишения военной службы. Обязуюсь добросовестно изучать военное дело, беречь военное и народное имущество, строго хранить военную государственную тайну. Я клянусь быть мужественным и смелым защитником моей родины, государственных интересов независимого Казахстана. Если я нарушу принятую мне военную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара, установленная законом Республики Казахстан. Онда Қазақстан Республикасының заңдары белгіленген қатаң жазаны кешуге әзірмін. Қазақстан Республикасына қызмет етеді. Служу Республики Казахстан. Топ қазір! Топ болады! Қатардағы Еремин, Нұртаев, әскери ат қабылдау үшін маған кел. Господин майор, рядовой Еремин для Майор Мырза қатардағы Нұртаев әскери ант қабылдауға келіп тұр. Молодец. Мен Қазақстан Республикасы азаматы Нұртаев вступая в ряды вооруженных сил, принимаю присягу и торжественно клянусь до последнего дыхания преданным народу Казахстана и его законному избранному президенту, свято соблюдать Конституцию и законы моего суверенного государства. Присягаю беспрекословно исполняя возложенные меня обязанности, воинские уставы, приказы командиров, начальников, стойко переносить тяготы и лишения военной службы, обязуюсь добросовестно изучать военное дело, беречь военное и народное имущество, строго хранить военную государственную тайну. Я клянусь быть мужественным смелым защитником моей родины, государственных интересов независимого Казахстана. Если я нарушу принятую мною военную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара, установленная законами Республики Казахстан. Әскери мен мемлекет құпиясын қатаң сақтауға ант етемін. Мен өз отаным тәуелсіз Қазақстан мемлекеттік мүддені ержүректік әрі егер мен өзім қабылдаған әскери антты бұзсам, бұнда Қазақстан Республикасының заңдарына белгіленген қатаң жаза кешуге әзірмін. Айнал. Оразғали суретке шығасың ба? Ау. Оразғали. Егет. Ой, молодец. Поздравляю принятие военной присяги. Служу Республике Казахстан. Республикасына қызмет етемін. Топ қазір! Есть! Топ болады! Қатардағы Байманов, Қуандық, әскери ат қабылдау үшін маған кел. Ертең түске дейін Майор Мырза, қатардағы Қуандық әскери ант қабылдау үшін келіп тұр. Қатардағы Баймов әскери ант қабылдау үшін келіп тұр. Мен Қазақстан Республикасы азаматы Қуандық Берман Қайырбекұлы қарулы күштер қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Және Қазақстан халқы мен оның заңды президентіне артық тыйым қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекеттік конституциясы мен заңдарын қатаң сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Өзіме жүктелген міндеттерді әскери жауынгерлерді және командирлер мен бастықтардың бұйрықтарын бұлжытпай орындауға, әскери қызметтен ауыртпалықтар мен қиыншылықтарды табандылықпен көтеруге ант етемін. Әскери істі дәйекті оқып үйренуге, әскери және халық мүлкін мұқият ұстауға, әскери және мемлекеттік құпияны қатаң сақтауға ант етемін. Мен өз отанымның тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік мүдделерін ержүрек әрі батыл қорғаушысы болуға ант етемін. Егер мен өзім қабылдаған әскери антты бұзсам, онда Қазақстан Республикасы заңдарымен белгіленген қатаң жазаны кешуге әзірмін. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Тапқа тұр! Құп болады.
Қатарда Перепутенко, Мұратбай, әскери ант қаулаушы Мағангел. Майор мырза, қатардағы Мұратбаев ат қабылдау үшін келіп тұр. Перепутенко для предприятия присяги прибыл. Мен Қазақстан Республикасы азаматы Мұратбаев Исламбек Қаратұлы қарулы күштер қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. және Қазақстан халқы мен оның заңда сайланған президентіне ақтық демем қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекетінің конституциясы мен заңдарына қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Өзіме жүктелген міндеттерді, әскери жарғыларды және командирлер мен бастықтардың бұйрықтарын бұзылыспай орындауға, әскери қызметтің ауыртпашылық пен қиыншылықтарын табандылықпен көтеруге ант етемін. Әскери істі дәйекті оқып үйренуге, әскери және халық мүлкін мұқият ұстауға, әскери және мемлекеттік құпияны қатаң сақтауға ант етемін. Мен өз отанымның тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің мүдделерінің ержүрек әрі батыл қорғаушысы болуға ант етемін. Егер мен өз қабылдаған әскери антты бұзсам, онда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген қатаң заңды кешуге әзірмін. Айнал. Қазақстан Республикасы қызмет етемін. Тапқа тұр. Оппылат. Қатарда Қалмен, Өтебай, әскери ант қаулаушы Мағангел. Майор мырза, қатарда Қалмен әскери ант келіп тұрмын. Мен Қазақстан Республикасы азаматы Өтебаев Қолғат Ағатұлы қарулы күштер қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. және Қазақстан халқы мен оны заңда сыйлаған президентті артық деймін. Қалғанша адал болуға өзімді сүйемін. Мемлекеттік конституция мен заңдармен қасиетті сақтауға салтанатты күнде ант етемін. Өзіме жүктеген міндеттерге, әскери жарғыларға және командирлер мен бастықтардың бұйрығын бұзбай орындауға, әскери қызметтер ауыртпалықта мен қаншылықтарын қабылдықпен күтіруге ант етемін. Әскери істе дәйекті оқып үйретуге, әскери және халық мүлкін мұқиятты ұстауға, әскери және мемлекеттік құпияны қатаң сақтауға ант етемін. Мен өзім отанымның тәуелсіз Қазақстан мемлекеттік мүлдек ерекшек батыл қорғаушысы болуға ант етемін. Егер мен өзім қабылдаған әскери ант бұзсам, онда Қазақстан Республикасы заңдарына белгіленген қатаң жазаны кешуге әзірмін. Қазақстан Республикасы қызмет етемін. Тапқа тұр. Қатардағы Жалғас Амантайұлы, әскери ант қабылдаушы Мағангел. Майор мырза, қатардағы Амантайұлы әскери ант қабылдауға келіп тұр. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Амантайұлы Иманғали қарулы күштер қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. және Қазақстан халқы мен оның заң сайланған президентіне ақтық демем қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекетінің конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Өзіме жүктелген міндеттерді және әскери жарғылар және командирлер мен бастықтардың бұйрықтарын бұзбай орындауға, әскери қызметтің ауыртпалықтары мен қиыншылықтарын табандылықпен көтеруге ант етемін. Әскери істі дәйекті оқып үйренуге, әскери және халық мүлкін мұқият сақтауға, әскери және мемлекеттік құпияны қатаң сақтауға ант етемін. Мен өз отаным тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік мүдделерін ержүрек әрі батыл қорғаушысы болуға ант етемін. Егер мен өзімнің қабылдаған әскери антты бұзсам, онда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген қатаң жазаны кешуге әзірмін. Айнал.
Қазақстан Республикасына қызмет етем. Қазақстан Республикасына қызмет етем. Тапқа тұр. Көп болады. Қатарда Жұбанышев, Тәжібаев, әскери атқа ұлаш маған кел. Көп болады. Аға лейтенант мырза, қатарда Жұбанов әскери атқа ұлашы келіп тұр. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Тәжібаев Дәулет Сисенбайұлы қарулы күштерінің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Және Қазақстан халқы мен оның заңын сайлаған президентіне адал болуға, өзімнің егемен мемлекеттік конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Айнал. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Тапқа тұр. Көп болады. Қатардағы Аманғосов, қатардағы Канибаев, әскери атқа ұлаш маған кел. Байар Мырза, қатардағы Аманғосов ант қабылдауға келіп тұр. Қазақстан Республикасының азаматы Аманғосов Абдыкебаев қарулы күштерінің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. және Қазақстан халқы мен оның заң сайлаған президентіне ақ-деуім қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекетімнің конституциясы мен заңдар қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Өзіме жүктелген міндеттерді әскери жарғыларды және командирлермен бұзбай орындау, әскери қызметті ауыртпашылық пен қиыншылықтан табандылық пен көтеруге ант етемін. Әскери істі дәйекке оқып үйренуге, әскери және халық мүлкін ұстауға, әскери және мемлекеттік құпияны қатаң сақтауға ант етемін. Мен өз отаным тәуелсіз Қазақстан мемлекетін әрі батыл қорғаушы болуға ант етемін. Егер мен өз қабылдаған әскери антты бұзсам, онда Қазақстан Республикасының заңдарынан белгіленген қатаң жазаға кешуге әзірмін. Заңдарын белгіленген қатаң жазаны кешуге әзірмін. Айнал. Қазақстан Республикасына қызмет етіп. Көп болады. Қатардағы Аманғосов, Бауыржанов, әскери атқа ұлаш маған кел. Байар Мырза, қатардағы Бауыржанов әскери атқа ұлашы келіп тұр. Лейтенант Мырза, қатардағы Аманғосов ант қабылдауға келіп тұр. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Бауыржанов Мен Қазақстан Республикасының азаматы Аманғосов Асланбек Қаршығалы қарулы күштердің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Және Қазақстан халқы мен оның өзінің егемен мемлекетінің конституциясы мен сайлаған президентіне демон қалғанша адам болуға, өзімнің егемен мемлекеттік конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Өзіме жүктелген міндеттерді Қазақстан Республикасына Ант қабылдау күндерімен құттықтаймын. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Тапқа тұр. Көп болады. Қатардағы Нұртаев, ант қабылдау үшін маған кел. Қатардағы Мынза, ант қабылдау үшін маған кел. Подполковник Мырза, қатардағы Нұртаев, әскери ант қабылдау үшін келіп тұр. Молодец, молодец. Кем бұл?
Мен Қазақстан Республикасы азаматы Нұртаев Темірлан Ерболатұлы қарулы күштердің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Және Қазақстан халқы мен оның заңды сайланған президентіне адал болуға, өзінің егемен мемлекетінің конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Өзіме жүктелген міндеттерді әскери жарғыларды және командирлер мен бастықтардың бұйрықтарын бұлжытпай орындауға, әскери қызметтің ауыртпашылықтары мен қиыншылықтарын табандылықпен көтеруге ант етемін. Әскери істі дәйекті оқып үйренуге, әскери және халық мүлкін мұқият ұстауға, әскери және мемлекеттік құпия қатаң сақтауға ант етемін. Қазақстан Республикасында қызмет етемін. Құп болады. Қатардағы Абдулин, Досмұрзин, әскерет қауламаған кел. Қарулы күштер қатарына кіре отырып ант қабылдаймын және Қазақстан халқы мен оның заңды сайлаған президенті ақтық демім қаланша адал болуға, өзінің егемен мемлекеттік конституция мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Айдал. Қазақстан Республикасы қызмет етемін. Сапқа тұр. Құп болады. Қатарда алда берген. Ерман, әскерет қауламаған кел. Қатарда алда берген. Әскери ант қабылдауға кетті. Мен Қазақстан Республика азаматы Алдаберген Нұртаев Амангелді қарулы күштер қатарына кіре отырып ант қабылдаймын және Қазақстан халқы мен оның заңдарына сай президентіне ақтық демі қалғанша адал болуға, өзінің егемендік мемлекеттік конституциясы мен заңдарымен қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Қазақстан қызмет етем. Сапқа тұр. Қызмет етем. Құп болады. Қатарда Қойшыбаев. Қатарда Темірғали. Әскерет қауламаған кел. Ағалайжан тұрса қатардағы Қойшыбаев. Ойырмызда қатарда Темірғали әскерет қауламаған келіп тұр. Үргі. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Темірғали Рахымжан Талғатұлы қарулы күштердің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Қазақстан халқы мен заң сайланған президентіне ақтық демі қалғанша адал болуға, заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Мемлекет конституция мен заңдарымен қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Түсіріп отыр. Айнал. Жібереді. Қазақстан Республикасына қызмет етем. Сапқа тұр. Қатардағы Әбдірашев, Диханбаев, әскери ант қабылдаушы маған кел. Майор мырза, қатардағы Диханбаев ант қабылдаушы Аға лейтенант мырза, қатарда Әбдірашев әскери ант қабылдауға келіп тұр.
Мен Қазақстан Республикасының азаматы Диханбаев Асылхан Самсыбайұлы қарулы күштер қатарына кіре отырып ант қабылдаймын және Қазақстан халқы мен оның заңды сайланған президентіне қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекетімнің Қазақстан Конституциясы заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Қазақстан Республикасына қызмет етем. Қазақстан Республикасына қызмет етем. Құп болады. Қатардағы Жарылғасынов, Убайдулла, әскери атқа қаулаушы маған кел. Құп болады. Майор мырза, қатардағы Убайдулла. Қатардағы Жарылғасынов, әскери атқа қаулауға келіп тұр. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Убайдулла Аулан Жұматайұлы қарулы күштердің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Және Қазақстан халқы мен оның заңды сайланған президентіне ақтық деуім қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекетім Конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Әскери анттарын қабылдаумен құттықтаймын. Әскери анттардың адал болыңдар, берік болыңдар. Қазақстан Республикасына қызмет етем. Қазақстан Республикасына қызмет етем. Қатар. Құп болады. Қатардағылар. Нұрбекұлы. Құлманов. Әскери ант қабылдау үшін маған кел. Құп болады. Майор мырза, қатардағы Құлманов. Әскери ант қабылдау келіп тұр. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Құлманов Азамат Жамболұлы қарулы күштердің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Және Қазақстан халқы мен оның заңды сайланған президентіне ақтық деуім қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекет Конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Өзіме жүктелген міндеттерді әскери жарғыларды және командирлер мен бастықтардың бұйрықтарын бұлжытпай орындауға, әскери қызметтің ауыртпалықтары мен қиындықтарын көтеруге ант етемін. Әскери істі дәйекті оқып үйренуге, әскери және халық мүлкін мұқият сақтауға, әскери және өз отанын тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік мүдделерін ержеген батыл қорғаушы болуға ант етемін. Егер мен өз қабылдаған әскери антты бұзсам, онда Қазақстан Республикасының заңдарына белгіленген қатаң жазаны кешуге әзірмін. Белгіленген қатаң жазаны кешуге әзірмін. Әскери ант қабылдауын құттықтаймын. Өздерінің анттарына берік болыңдар. Қазақстан Республикасына қызмет етем. Құп болады. Қатардағы Өтепберген, Шайкеден, әскери ант қабылдамаған кел. Майор мырза, әскери ант қабылдау үшін келіп тұр. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Шайкеден Ардабекұлы қарулы күштердің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Қазақстан халқы мен оның заңды сайланған президенті ақтық деуім қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекеттің Конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Анттарыңа берік болыңдар. Қазақстан Республикасына қызмет етем. Қазақстан Республикасына қызмет етем. Сапатор. Құп болады. Қатардағы Тәжбені, Өтесіні, әскери ант қабылдаушы маған кел.
Майор Мырза, қатардан өтесіз. Әскери ант қабылдауға келіп тұр. Мен Қазақстан Республикасы азаматы өтес нұрмат Амантаев қарулы күштер қатарына кіре отырып ант қабылдаймын және Қазақстан халқы мен оның заңын сайлап президенті аттық деміп қалғанша адал болуға, өзінің егемен мемлекет конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Сапқа тұр. Көп болады. Қатардағы веч. Қуанышев. Әскери ант қабылдаушы маған кел. Көп болады. Қатардағы Қуанышев. Әскери ант қабылдауға келіп тұр. Мен Қазақстан Республикасы азаматы Қуаныш Мырзахан Есенжолов қарулы күштердің қатарына кіре отыра ант қабылдаймын және Қазақстан халқы мен оның заңды сайланған президенті ақтық деміп қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекеттік конституция мен заңдарды қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Сапқа тұр. Көп болады. Қатардағы Сейтенов. Айтмағамбет. Әскери ант қабылдаушы маған кел. Майор Мырза, қатардағы Сейтенов әскери ант қабылдауға келіп тұр. Мен Қазақстан Республикасы азаматы Айтмағамбет Айдосов Қасыр қарулы күштердің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Және Қазақстан халқы мен оның заңын сайланған президентіне ақтық деміп қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекетімнің конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Анттарыңа беріп қойын. Қазақстан Республикасы қызмет етемін. Сапқа тұр. Көп болады. Майор Айманбет. Еркін тұр! Еркін тұр! Жүл! Тік тұр! Назар! Ортаға! Полковник Мырза, 55-71 әскери бөлімінің 2020 жылғы шақырылымы 332 жас сарбаздары әскери ант қабылдады. Оқу пунктінің бастығы майор Зарипов. Жас сарбаздарды әскери ант қабылдауыменен барлық жеке құрамды толық құқылы жаңа толықтыруыменен құттықтаймын.
Слово для поздравления предоставляется председателю Совета ветеранов воинской части 5571 регионального командования Омской национальной гвардии Республики Казахстан полковнику в отставке Джуз Владимиру Ивановичу. Господа офицеры, сержанты, солдаты, сегодня в нашей части праздничный день. Принятие военной присяги молодым пополнением призыва ноябрь 2020 года. Сегодня молодые солдаты дали священную клятву своему народу в том, что они будут честными, храбрыми, дисциплинированными воинами, будут строго хранить государственную военную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров, стойко переносить тяготы лишения воинской службы. Принимая военную присягу, гражданин Республики Казахстан торжественно клянется до последнего дыхания быть преданным своему народу и президенту, свято соблюдать Конституцию и законы нашего суверенного государства. Он присягает беспрекословно исполнять возложенные на него обязанности, воинские уставы и приказы командиров и начальников. Приняв присягу и скрепив ее своей подписью, вы взяли на себя личную ответственность за защиту Отечества, за безопасность народа, за его светлый завтрашний день. Отечество доверило вам святое дело – оберегать безопасность и суверенитет страны Республики Казахстан, быть преданными народу Казахстана, мужественными, смелыми защитниками, достойными своих героических предков. День принятия вами военной присяги не забудется никогда. Желаю всем вам, вашим родным и близким, крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в ратной службе, мирного неба над головой. Служите достойно, не огорчайте своих матерей, отцов, своих родных и близких. Я хочу, чтобы по окончании службы они гордились тем, что вас служили как положено, и тем, что вас служили именно в Национальной гвардии Республики Казахстан. Удачи вам! Келесі сөзгедегі Түркістан облысынан шақырылған жас жауынгер қатардағы Ибрахим Бекжігіт Бекжанұлына беріледі. Армысыздар, аса құрметті генерал мырзалар, және де ардагерлер, офицерлер мен сержанттар, және құрметті қонақтар. Біз бүгін салтанатты түрде ант қабылдау мәртебесіне де келіп жеттік. Біз үшін Қазақстан Республикасының ұлттық ұланының 29 жыл толуы барысында әскери ант қабылдап, ұлттық ұлан сарбаздарының қатарына қосылу үлкен қуаныш, мәртебе. Мен қатардағы Ибрахим Бекжігіт Бекжанұлы ұлттық ұланның 55-ші әскери бөліміне отан алдындағы қасиетті борышымды өтеп келгеніме шын жүректен қуаныштымын. Құрметті ардагер мырзалар, офицерлер және де құрметті қонақтар, біз жас сарбаз бір жұдырықтай жұмылып, жауынгерлік жанұяда ұйысқан ұлттық ұлан елі мен халқына қорған аттұранмен әскери борышымызды адал атқарып, және де сіздердің үміттеріңізді ақтап, әскери бөлімнің жауынгерлік туын көкте желбіретеміз. Ұлы қолбасшы Бауыржан Момышұлы атамыздың алтын сөздерінің бірі: тәртіпсіз ел болмас, тәртіпке бас иген құл болмас деген. Сондықтан біз темірдей берік әскери тәртіпті бұзбай, үлгілі сарбаз, ержүрек жауынгер болып, отан алдындағы қасиетті борышымызды адал атқарып, үйге аман есен оралып, ағайын туыстың жанына абыроймен оралуға тілектеспін. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Слово для выступления предоставляется солдату-стрелку рядовому Олешек Руслану Юрьевичу, призванному от Бурного района города Тарас. Здравствуйте, многоуважаемые господа генералы, а также ветераны, офицеры, сержанты и уважаемые гости. В мгновение ока пронеслись первые 30 дней нашей службы, и для нас большая честь торжественно принять военную присягу. Мы рады и горды тем, что принимаем присягу именно в канун 29-летия Национальной гвардии Республики Казахстан. Я рядовой Олешек Руслан Юрьевич, военнослужащий воинской части 5571
Национальной гвардии. Для меня будет честью выполнить свой священный долг перед Родиной именно здесь, и я безмерно рад этому. Многоуважаемые господа генералы, ветераны, офицеры, сержанты и уважаемые гости, мы, воины, должны быть едины и с громким девизом «Национальная гвардия – единая боевая семья». За нами народ, за нами страна. Идти вперед и поднимать боевое знамя воинской части все выше и выше. Уважаемые солдаты, сослуживцы, одно из золотых слов нашего президента Республики Казахстан, Верховного Главнокомандующего Токаева Касым-Жомарта Кемилевича: мы дети народа, для которого честь всегда была превыше всего. Так что мы должны быть тверды, как сталь, быть примерными солдатами, быть храбрыми и примером для молодого поколения, и гордостью для офицеров и сержантов, оправдать все ожидания нашего народа, быть верным нашей военной присяге. Мы должны с честью выполнить свой воинский долг перед Родиной и вернуться домой, ведь нас дома ожидают наши родные, отцы, матери, братья, сестры и друзья. Спасибо за ваше пристальное внимание. Келесі құттықтау сөзі 55-71 әскери бөлім командирі полковник Есжанов Баянғали Абдыбаниұлына беріледі. Құрметті офицерлар, сержанттар, сарбаздар, құрметті ата-аналар, көрермендер. Міне, бүгін осындай салтанатты іс-шара өткізілу барысында бәріміз куә болып отырмыз. Інілеріміз, балаларымыз, іні бала болып отырып, нағыз жауынгер атағына ие болып отыр. Бұл біздің әскери бөлім үшін үлкен дәреже, үлкен бір қадам алға басқанымыз деп есептеледі. Бүгіннен бастап біздің сапта ер жүрек жігіттердің қатары нығайып күшейді. Бүгіннен бастап Алматы қаласындағы қоғамдық қауіпсіздікті қадағалау, күзету жеке құрамы нағыз түрінде үлкейіп, енді деңгейін көтеруі ғана қалып отыр. Сондықтан да қызмет жеңіл деп айтпаймын. Қызметті оңай деп айтпаймын. Біздің қызметіміздің қыры да бар, сыры да бар. Оның бәрін осы тұрған сапта тұрған жігіттердің бәрі біледі. Қиын болса да, ауыр болса да, бүгінгі күнге шейін еш жауынгер, әскери қызметші қабырғасын майыстырып, бетін тығып, артқа шегінген емес. Сенімдімін, осы тұрған жігіттер, сарбаздар антына берік болып, Құдай қаласа бір жылдан кейін бастарын осылай тік ұстап, ашық көзбенен, жарқыраған маңдайларменен елдеріне орала отырып, сіздерді қуантады. Уважаемые родители, господа офицеры, сержанты, солдаты, в жизни каждого мужчины есть неоспоримое и святое требование, заложенное еще на генном уровне, защищать свой дом, защищать своих близких, защищать свою родину, отчизну. И сегодня я, как командир части, горд, что в моем коллективе достойно стали в боевой строй воины именно
эти военнослужащие пополнили достойные ряды нашей воинской части, нашего коллектива. Уверен, с новыми силами служба в Национальной гвардии, служба на благо нашего государства, служба на благо нашего города будет все крепче, в вопросах дисциплины все качественнее, в вопросах выполнения боевых задач все ярче в интересах каждого военнослужащего нашей части. Убежден, что через год ваши дети, наши военнослужащие в полном здравии, в полном составе вернутся домой и всю жизнь пронесут в себе, в своем сердце и с гордостью будут вспоминать службу в Национальной гвардии Республики Казахстан. Спасибо за внимание. Тутубе, Сапкатор. Адам, бас! Су взводы, алға! Жел! Вектор! Жауынгерлік туасына оңға жел!
Ерге тұр. Құрметті көрермендер, осымен біздің салтанатты шара аяқталды. Назарларыңызға рахмет.